Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сіздермен өтетін ашық сабағымыз біздерде оттекті органикалық қосылыстар немесе қаныққан бір атомды спирттер құрамы, құрылысы және изомериясы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты білімділік, яғни органикалық заттармен жұмыс істеу барысында органикалық заттардың функционалдық топтары және олар анықтама беру студенттерге оттекті органикалық қосылыстармен жұмыс істеу уақытында техника қауіпсіздік ережелерімен таныстыру. Ал дамытушылық мақсатымыз бізде заттардың қасиеті, олардың құрылысына тәуелді екендігіне көз жеткізу, құрылысындағы қасиетіндегі негізгі ерекшеліктерді дамыту. Тәрбиелік мақсатымыз бізде салауатты өмір салтын насихаттау, спирт өнімдерінің құрамында химиялық заттардың адам денсаулығы үшін маңыздылығын көрсету. Сабақтың типі бүгінгі жаңа сабақ, яғни сабақтың бастамасы бұрын сіздермен спирттер және олардың табиғаттағы орны. Спирт дегеніміз не? Сол заттардың құрамымен таныстырып өтемін. Мысалы, спирт. Спирт деген қай жерден алынған? Спирт деген сөздің мағынасы не? Соларын айтудан алдын мен сіздермен бірінші болып қызығушылықты ояту мақсатында спирттің келіп шығу тарихымен таныстырып кетпекшімін. Яғни спирттің келіп шығуы сондай бір хикаятпен тығыз байланысты. Ертеде бір патшаның есігінің алдында лашын құсы дән тастап кетеді. Оны уәзірлер барып патшаға ескертеді. Патша бұл өсімдікті бірқанша уақытқа дейін жақсылап қарап, әдем болып өсу үшін оған астын жұмсартып, су құйып отырады. Бірқанша уақыттан кейін күз болған уақытта ол жеміс өседі, піседі және оны жеп көруге адамдар ешкім жүрексінбейді. Сол уақытта ол өзінің қамауында жатқан адамын алып келіп, оны жеп көрдіреді. Және бірқанша уақыттан кейін ол жемісті ыдысқа салып қойып отырғаннан кейін, ыдыстағы заттан өзінен шырыны шыға бастайды. Және ол шырынды қамаудағы адамға ішкізген уақытында ол адам бірінші болып өте батыл және ешқай нәрсені таймайтын сөздерін айтып отырады. Сол уақыт ішінде спирттің келіп шығу тарихында сол бірінші болып біз оны патшалықтың шарабымен тығыз байланыстырамыз. Яғни ол біздің дәуірге дейін 8000 жыл бұрын пайда болған зат екен. Қазіргі уақытта арабтар таза спиртті 6-7 ғасырларда алынды. Ал Дмитрий Иванович Менделеев 1865 жыл спирттің сумен қосылыстары туралы пайымдаулар тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады. Алкоголь деген сөздің мағынасы арабша сөзден алынған болып, майда ұнтақ, aqua vita деген сөздерден алынған. Мысалы енді сабақтың басталудан алдын спирттер. Біздің бірінші сабақтың өту тәсіліміз жіктелу мен гомологтары, атаулар мен изомериясы, физикалық қасиеттері, қолданылуы, химиялық қасиеттері, алу жолдарын қарастырып өтеміз. Спирт дегеніміз негізі құрамында молекуласында көмірсутек радикалы және онымен бір немесе бірнеше гидроксид топтары байланысатын заттарды біз қаныққан бір атомды спирттер деп атаймыз. Яғни оның жалпы формуласы ROH. Яғни R дегеніміз бұл бізде қаныққан көмірсутек радикалы. OH дегеніміз гидроксид тобы. Немесе CnH2n плюс 1. Бұл бізде қаныққан бір атомды спирттерге тән жалпы формула. Негізі спирттер табиғатта екі топтан тұрады. Яғни бұлар бір атомды және көп атомды. Бір атом дегеніміз қаныққан көмірсутек радикалымен тек қана бір атом гидроксид тобы байланысқан заттар, бұларны біз бір атомды қаныққан спирттер деп атаймыз. Ал екінші топ бізде көп атомды спирттер. Яғни қаныққан көмірсутек радикалы құрамына екі немесе одан көп гидроксид тобы байланыстыратын заттарды көп атомды спирттер деп атаймыз. Яғни изомериясына кеп тоқталатын болсақ, спирттер. Негізі спирттер
функционалдық тобына байланысты 3 топшадан тұрады. Яғни қаныққан, қанықпаған және ароматты. Қаныққан спирттер бұл бізде қаныққан көмірсек радикалдары байланысқан. Яғни бізде қаныққан көмірсек радикалдары метил, этил, пропил, бутил, пентил және тағы басқалар болуы мүмкін. Ал қанықпаған спирттер бұл қанықпаған көмірсек радикалдары. Яғни винил спирті қарапайым тілмен айтқанда. Ал ароматты заттарға келетін болсақ, бұл бізде құрамында гидроксид тобы және ароматты көмірсек радикалдары, немесе бензол ядросы байланысатын заттар. Олардың ең қарапайым өкілі бізде бензил спирті деп аталады. Мысалы, спирттердің атау барысымызда, спирттер аталуында қаныққан көмірсек атауына бізде ол қосымшасы қосылады. Яғни метанол, этанол, пропанол, бутанол болуы мүмкін. Ал номенклатуралық атау бойынша бізде спирттерде метил спирті, этил спирті, немесе пропил спирті және тағы басқалар атауымызға болады. Изомериясын көретін болсақ, бұл бізде сіздер көріп тұрғандарыңыз жал формуласы және олардың аталуы. Яғни CH3OH болатын болса, бұл метанол немесе метил спирті. Келеңгісі этанол немесе этил спирті. Ал келесі пропанол немесе пропил спирт. Яғни әр қайсы қаныққан көмірсек атауына бізде ол қосымшасы қосылып барады. Метанол, этанол, пропанол, бутанол, пентанол және тағы басқалар. Спирттерді біз изомериясын жазу барысымызда ашып жазатын болсақ, мысалы төменде көріп тұрғандарыңыз сіздердің. Мысалы 3,4 диметил пентанол 2. Яғни бұның аталу барысында біз бірінші болып изомериясын жазған уақытымызда пента болған сөз тұрғандықтан, пента деген 5 деген мағынаны береді. Сол үшін 5 атом көміртегі жазып аламыз. Валенттіктеріне сәйкес біз оларға сутегі байланыстырамыз. Және бізде пентанол 2 деген сөз болған үшін екінші орында тұрған көміртектің астына гидроксид тобы байланыстырамыз. Яғни бізде 3,4 диметил пентанол. Яғни бізде қарайтын болсақ, төмендегі бірінші формулада 3-ші және 4-ші орындағы көміртек атомдарының астқы жағында метил радикалы байланысқан. Сол үшін 3,4 диметил. Пентанол болған себебі пента 5, яғни ұзын сызықтағы көміртектер саны 5. Сол үшін пента, ал ол деген қосымшаның қосылған себебі бізде гидроксид тобы байланысқан. Ал 2 дегеніміз екінші орындағы көміртегі атомында бізде гидроксид тобы байланысқан. Сол үшін бізде келіп шыққан формуланың аталуы 3,4 диметил пентанол 2. Ал екінші формула қарайтын болсаңыздар 3,3 диметил бутанол 2. Яғни бізде бутанол 2 болған себебі ұзын сызықтағы көміртектер саны 4. Яғни біреу болса метанол, 2 болса этанол, 3 болса пропанол, ал 4 болса бізде бутанол болатын еді. Сол үшін 4 көміртегі атомы 3,3 диметил, яғни 3-ші орынның астында да жоғарысында да бізде метил радикалы байланысқан. Сол үшін ди қосымшасы қосылды. Ал 2 дегеніміз екінші орындағы көміртектің асты жағында гидроксид тобы байланысқан. Сол үшін бұның толық аталуы 3,3 диметил бутанол 2. Яғни бұл заттар бір-біріне изомер заттар. Спирттердің изомериясына келетін болсақ, сіздер төменде көріп тұрған біріншісінде бутанол 2, бутанол 1. Яғни бутан болған себебі көміртегі 4, ол болған себебі гидроксид тобы бар, 1 болған себебі бірінші орында гидроксид тобы. Сол үшін бутанол 1. Екіншісінде пентанол 2, яғни ұзын сызықты көміртектер саны 5, ал екінші орында гидроксид тобы байланысқан. Келесі жолда бізде спирттердің алынуы. Табиғатта спирттерді көретін болсақ, көбінесе бізде жеміс жидектерден алыну білесіздер. Мысалы, ең қарапайым өкілі глюкозаның ашытылу реакциясы. Яғни бұл сіздері 4-ші орында этанолды көмірсутуларды ашыту арқылы деп алынады. Яғни вино түзілу реакциясы. Бұны үй жағдайында да қолдануға болады. Яғни кейбір үйлерде бізде вино қолдану жасау процестері болады. Яғни мұнда глюкозаның ашыту арқылы бізде этанол немесе этил спирт алынады және көмір қышқыл газы.
яғни SO2. Ал бізде ең алғашқы көмірсутектердің галоген туындыларынан алу, яғни бізде бірінші реакциямызда көмірсутектердің гидролиздену процесі су арасында реакция болған уақытта бізде этил спирті және қышқылының түзілуі. Кейінгісі қанықпаған көмірсутектерді гидратациялау арқылы алу. Яғни бізде көріп тұрғандарыңыз екінші реакцияның бірінші заты бізде S2H4, яғни этен заты гидролизденген уақытта бізде этил спиртінің түзілуі. Ал үшіншісі метанол өнеркәсіпте алу. Метанолды біз өнеркәсіпте көміртегі екі оксидіні гидраттау гидролиза процесінде метил спиртінің түзілуі пайда болды. Ал химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, спирттердің сілтілік және сілтілік жер металдармен әрекеттесу арқылы, яғни бұл процесте сіздерге органикалық заттардың бейорганикалық металдармен әрекеттесуі. Яғни бізде натрий, бұл жерде бұл орын басу реакциясы, яғни натрийдің валенттілігі 1 болған себепті спирттің құрамындағы сутектің валенттілігі 1 болған үшін орны ауысты. Яғни бізде төмендегі зат түзілді. Екіншісі жану реакциясы. Кез келген органикалық зат жану процесінде бізде түзілетін заттарымыз газ және су түзіледі. Соған сәйкес бізде спирттерде жану процесі болған уақытта жану процесінде әрқашанда оттегі қосылады. Бізде бұл жерде көмірқышқыл газы және судың түзілу процесі. Ал үшінші реакцияға көретін болсаңыздар, спирттердің тотығу біріншілік спирттердің тотығуы, яғни этанолдың тотықтыру процесі арқылы сірке қышқылына дейін ыдырату реакцияларының түзілуі. Қалғандарда, яғни кейінгісінде көретін болсақ бөліну реакциясы, кейінгісі 5-ші реакциямыз галоген сутектермен әрекеттесуі, яғни этанолдың бейорганикалық қышқылдармен әрекеттесу реакциясы берілген. Ең қарапайым эфирлендіру реакциясы дегеніміз 7-ші реакция көретін болсаңыздар, этил спиртінің бізде әрекеттесу процесімізде күрделі эфирлердің түзілу реакциясы. Яғни бұл жерде көретін болсақ, яғни енді сіздермен ой толғау процесімізде сіздерге төмендегі сұрақтарына берем, сіздер сол сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Мысалы, спирт дегеніміз қандай заттарына спирттер деп атаймыз. Ал екіншісі, спирттер қалай жіктеледі, мысалы келтіріңіздер. Ал үшіншісі, көп атомды спирттер деп қандай қосылыстарын айтады, мысалы келтіріңіздер. Келесі сұрағымыз сіздерге. Глицериннің қасиеті мен қолданылуы. Глицерин дегеніміз не? Спирттердің табиғатта қолданылуы. Спирттер қолданылу барысында бізде төмендегі слайдқа қарайтын болсаңыздар, спирттерден қолдану процесі. Яғни біріншісі спирттердің синтездеу мақсатында, ішімдік ретінде, сірке қышқылының формальдегид ретінде, парфюмерияда, каучук, резина өндірісінде, медицинада, машина моторларында, еріткіштер ретінде табиғатта қолданамыз. Яғни спирттерді сіздер лабораторияда көрген нелеріңіз, мысалы ең қарапайым спирт бұл біздегі кәдімгі спирт шам. Спирт шамды біз лабораторияда қыздыру мақсатында қолданамыз. Яғни бұл спирт шамды көретін болсақ, ең қарапайым қолдану процесімізде жану процесі, яғни спирттердің жануы. Яғни бұл жерде біздер кез келген қыздыру процестерімізде сіздермен біз спирттерді спирт шам ретінде осы зат несімен қолдануымызға болады. Яғни бұл ең қарапайым табиғаттағы лабораториялық процестеріміз. Мысалы, спирттердің ең қарапайымы бізде алғашқы спиртіміз метил спирті немесе метанол. Еріткіштер ретінде, құмырсқа қышқыл ретінде, пластмассалар өндірісінде, отын ретінде метил спирті, хлорметан түзілуінде, формальдегид түзілуінде қолданылады. Келесі бізде этил спирті немесе этанол. Этанол түзілу процесі көксағыз каучук өндірісінде, тамақ өнеркәсібінде, бояулар түзілуде, парфюмерия, пластмасса, отын, медицина және еріткіштер ретінде қолданыламыз. Келесі бізде сабақты қорытындылау процесіміз. Яғни сіздер әрқайсыңыз төмендегі берілген сұрақтарға жауап жазуларыңыз керек. Біріншісі, заттың құрылымдық формуласын жазыңыз.
Birinchisi A'si propanol 1, sizlar uni ашып жазасыздар. A'si 2,2 dimetil butanol 4 formasi yozularingiz kerak. B'si 2, 3, 4, 5 tetrametil geksantriol 1, 4, 6. Yani bu bizde ko'p atomli spirtning formulasi. Kelesi V'si 2 metil propanol 2. Onun formatını yazmanız kerak. Al kelesi tablitsada sizler spirtlerden tabulunuz. Yani tippe qiyg'ashpa. Yani har qaysi spirtning o'ziga saykiz yozilgan formularini tabularingiz kerak. Al 3-chi sizlarga beriladigan so'rag'imizda o'zgarishlarni sheshuv. Yani sizler tömendagi berilgan reaksiya o'zgarishlarini sheshuvlaringiz kerak. Yani sizler kelesi 4-da Venn diagrammasi, yani Venn diagrammasında sizler etanol men gliserinning o'rtaq qasiyatlarini aytib kerak. Nemese жазып beruvlariniz kerak. Kelesi 5-chi so'rog'imiz saykeslikni testi. Sizler tömende berilgan reaksiyalarni bir-birine saykes shigu proseslerini saykeslendiruvlariniz kerak. Kelesi 6-chisida siz есеп шығару дағдысын қалыптастыру дейміз. Оны 4 грамм этил спирті жанғанда қанша көлем қалыпты жағдайда көмірқышқыл газы түзіледі. Сіздер бұл жерде реакцияны жазылған, реакциядағы моляр массаны тауып есепті шығаруларыңыз керек. Құрметті студенттер, тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Үйге тапсырма жоғарыда берілген сұрақтарға жауап жазып, есептерін орындап, және спирттер тақырыбында үй жұмысын қорытындылаймыз. Назарларыңызға рахмет.